Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін трансформ функциясын өтеміз. Трансформ деген бірдемені қозғалту. Әдеттегідей жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Оның үстіне бірдеме сызамыз. Оны өсірейік. Мынандай өсіріп төртбұрыш таптық. Енді бұны айтайық, қозғалтқымыз келеді. Трансформ функциясын таңдаймыз. Сосын қозғалтқымыз келетін жаңағы фигураны таңдаймыз. Сосын мысалы x, y, z бойынша қозғалтуды таңдаймыз. Осылай ғана үстіне тартып, астына немесе әрі қарай астына түсіре аламыз. Мына жерде параметрлар бойынша да түсіруге болады. Мысалы 10 мм-ге ғана қозғалтқым келеді. Мына жерде 10 мм. Мынаны да 10 мм-ге қозғалсам, тура сондай берілген санға қозғалады. Трансформ функциясы осындай нәрселер жасайды. Тағы да трансформ функциясын бүйтіп rotate дегенді таңдасаңыз, аксис қалайша айналдырам дейді. Мысалы, мұны былай таңдасаңыз, мұны бұл осылай жаңа фигурканы қалаған градусқа бүйтіп қозғалта аласыз. Бұл rotate функциясы. Copy in place деген мысалы жаңа копиялайды. Мысалы, мұны қарасаңыз, уже сізде екі бөлшек пайда болды. Бұның біреуін алып, бүйтіп қозғалтайық. Біреуін ғана алып, екі бөлшек екені көрініп тұрады осында. Енді екінші функциямыз өтетін delete part. Delete деген білетін шығарсыздар, ол жою, part бөлшек. Бөлшек жою. Мысалы, қаламаған бөлшегіңізді аласыз да, бүйтіп жоқ қыласыз. Бір бөлшегіміз қалды. Осымен бүгінге сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.